Сәлеметсіздер ме? Саяқ кентінің нөмір 6 жалпы білім беретін мектебі математика. Бөлім тақырыбы статистика, комбинаторика. Сабақтың тақырыбы статистикалық деректер және олардың сипаттамалары. Арифметикалық орта, медиана, мода, өзгеру құлашы. Әзірлеуші Шыныбаева Гүлжан Қалиевна, математика мұғалімі, Балқаш қаласы. Сабақтың мақсаты: бірнеше сандардың арифметикалық ортасы, санды деректердің құлашы, медианасы, модасының анықтамаларын білетін боласыңдар. Статистикалық санды сипаттамаларды есептей алуды үйренесіңдер. Статистика деген жаңа тараумен танысатын боласыздар. Статистика өмірде орын алатын, жиі кездесетін жағдайлардың сандық және сапалық өзгерістерді зерттейтін ғылым. Статистикалық сипаттамалардың жиі қолданылатындары арифметикалық орта, мода, өзгеру құлашы, медиана. Өмірде жиі қолданылатын статистикалық сипаттамалардың бірі арифметикалық орта. Арифметикалық орта орташа ауа температурасы, орташа егін өнімдерін табуды, орташа жылдамдықты табуды үйренетін боласыздар. Бірнеше санның арифметикалық ортасы деп, сол сандардың қосындысының қосылғыштар санына бөлгендегі бөліндіні атайды. Арифметикалық ортасын табуға арналған есептер құрастырайық. 9 құмалақ ойыны жарысында 7-ші сынып оқушылары 13, 13, 12, 13, 10, 13, 12, 10 ұпайларын алды. Осы ұпайлардың арифметикалық ортасын табыңыз. Есепті шешу үшін мына дескрипторларға сүйеніп көріңіздер. Алған ұпайлардың қосындысын табыңыздар. Ұпайлардың қосындысы 96-ға тең, ал ұпай саны 8-ге тең. Олай болса, 96-ны 8-ге бөлеміз. Жауабы ұпайлардың арифметикалық ортасы 12-ге тең. Орташа жылдамдықтың табуды үйренейік. Орташа жылдамдықтың барлық жүрілген жолды, оны жүруге кеткен уақытқа бөлінгенге тең. Орташа жылдамдықты табуға есепті қарастырайық. Ұшақ 480 км/сағат жылдамдықпен 1,5 сағат. 600 км/сағат жылдамдықпен 0,3 сағат ұшты. Ұшақтың орташа жылдамдығын табыңыз. Орташа жылдамдық табу үшін барлық жүрілген жолды тауып аламыз. Оны осы жолды жүруге кеткен уақытқа бөлеміз. Жолды табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Ол үшін 480 көбейтілген 1,5, 600 көбейтілген 0,3. Барлық жолымыз 900-ге тең болады. Енді барлық жолды жүруге кеткен уақытты табамыз. Ол үшін 1,5 қосылған 0,3 тең 1,8-ге тең болады. 900-ді 1,8-ге бөлеміз. Жауабы орташа жылдамдық 500 км/сағатқа тең. Берілген сандар қатарының өзгерту құлашын табу үшін қатардың ең үлкен мәнін табамыз. Қатардың ең кіші мәнін табуымыз керек. Ең үлкен және ең кіші мәндерінің айырымын есептеуіміз керек. Берілген сандар қатарының өзгеру құлашын табуға арналған есептерді қарастырамыз. 6-шы сынып ұлдарының бойларының өлшемдері берілген. Осы өлшемдердің өзгеру құлашын табамыз. Есепке қарай отырып, қатардың ең үлкен мәні 155 см, ең кіші мәні 138 см-ге тең. Қатардың өзгеру құлашын табу үшін ең үлкен мәннен ең кіші мәнді айырымын аламыз. 155 см айырымы 138 см тең 17 см. Жауабы өзгеру құлашы 17 см-ге тең. Келесі статистикалық сипаттамалардың бірі мода. Мода берілген сандар
қатарында ең көп қайталанатын сан немесе шаманы мода деп атаймыз. Кейбір жағдайларда берілген шаманың модасы болуы немесе бірден артық болуы мүмкін. Модаға байланысты есепті қарастырайық. Алмас аулаған балықтарын жеке-жеке өлшегенде массалары 1,2 килограмм, 3,24 килограмм, 1,2 килограмм, 2,16 килограмм, 1,2 килограмм, 1,9 килограмм болды. Балық массасының модасын табыңыз. Ойланып көрейікші. Жиі кездесетін қандай сан? 1,2 килограмм. Жауабы балық массасының модасы 1,2 килограммға тең. Берілген сандар қатарының медианасын табу үшін берілген сандарды өсу ретімен немесе кему ретімен орналастыру керек. Сандар қатарының саны тақ болса, онда медиана ортаңғы санға тең болады. Сандар қатарының саны жоқ болса, онда медиана ортасында орналасқан екі санның арифметикалық ортасына тең болады. Медиананы табуға арналған есепті қарастырайық. Мұз айдынында мәнерлеп билеуге қатысушыны алған ұпайлары 5,4, 5,2, 5,7, 5,3, 5,5, 5,6, 5,2, 5,6. Мұз айдынында мәнерлеп билеуге қатысушыны алған ұпайларының медианасын табайық. Кестеге берілген сандар қатарын өсу ретімен орналастырамыз. Берілген сандар қатарының саны жоқ болғандықтан, ортасында орналасқан екі санның арифметикалық ортасын табамыз. Ол сандар 5,4 және 5,5. Осы сандардың арифметикалық ортасы 5,145-ке тең. Жауабы медиана 5,145-ке тең болады. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Сандар қатары берілсін: 12,5, 15,8, 14,7, 19,6 және 12,6 медианасын табыңыз. Ережені еске түсіріп көрейік. Сандарды өсу ретімен орналастырамыз. Сандар қатары тақ болғандықтан, медиана ортадағы санға тең болады. Олай болса, медиана 14,17-ге тең. Математикалық сауаттылыққа тест есептерін орындайық. Бірінші есеп: егер әкесіне 46 жас, ал ұлына 16 жас болса, қанша жылдан кейін әкесінің жасы баласының жасынан 2 есе артық болады? Екінші есеп: шәйнек пен 2 кесеге 740 грамм су сияды. Шәйнекке кесеге қарағанда 380 грамм су артық сияды. Шәйнекке қанша грамм су сияды? Үшінші есеп: заңдылықты анықтап, келесі санды табыңыз. Төртінші есеп: егер Санжардың туған күні 5-ке және 3-ке еселік жұп сан екені белгілі болса, онда Санжардың туған күнін табыңыз. Бесінші есеп: 1-ден 2019-ға дейін барлық натурал сандардың көбейтіндісі 5-ке бөлгендегі қалдықты табыңыз. Алтыншы есеп: сандар белгілі бір заңдылық нәтижесінде алынған. Сұрақ: белгісі қандай санмен ауыстыру керек? Егер 25 тен 7-ге, 234 тен 9-ға, 15 тен 6-ға, 47 тен 11-ге, 25 тен 7-ге, 50 тен 5-ке болса, 341 қаншаға тең болады? Жетінші есеп: жора, жата, жара, тара, жота сөздеріндегі әріптер белгілі бір цифрмен белгіленген. Жара сөзінің сандық белгісін табыңыз.
тесттің жауаптарын сәйкестендіріңіздер. Сабақты қорытындылау. Бүгінгі сабақта статистикалық деректер және олардың сипаттамалары, арифметикалық орта, медиана, мода, өзгеру құлашы. Арифметикалық ортаны табуды үйрендік. Орташа жылдамдықты табуды, моданы анықтауды, медиананы табуды, өзгеру құлашын табуды үйрендік. Рефлексия. Сөйлемді жалғастыр. Маған ең ұнағаны, мен үшін күрделі болғаны, келесіде мен міндетті түрде орындай аламын. Назарларыңызға рахмет.